2024 жылдың 5 август санесінде Өзбекстан Республикасының арнаулы низамы қабыл етілген еді. Низамшылық құжетлеріне текарланып орыларда кадастр тарауы қызметкерлері тарапынан қатлаулар әмелге асырылмақта. Нәубеттегі хабарымыз міне осы хақында. Кадастр агентлігі тарапынан осы жыл davomida 99 mahallede qatlov жұмысларын өткеру белгіленген болып, бұл процесслерге республикамыз бойлап 282-ден астам тарау қанегелері қамтып алынған. Атап өтілгендей, низамшылық бойынша мүлік құжеттерінің толықлығы, низамлылығы, олардың нәтижелері махалле мүйішілері кадастр агентлігінің арнаулы сайты арқылы кең жамиятчылыққа жарияланып барылады. Малумат үшін өз басымшылықпенен иелеп алынған жер учаскалары және оларда құрылған имарат объектілерді qatlaudan өткеру нәтижелеріне бола 17 март күніне шейін 97161 объект толық qatlaudan өткерілген. Сондан 25592 объект этров мәлімдеме системасына кіргізілді. Сонда айрықша тілге алуымыз керек, этров мәлімдеме системасына кіргізілген объектлер бүгінгі күнде арнаулы басқышларда көріп шығылмақта. Қазіргі уақытта бұндай qatlау жұмыслары Қарақалпақстан Республикасының 17 қала һәм районларында жедел пәтерлерде алып барылмақта.